Мен мына өмірден шаршадым. Неге бәрі әділетсіз? Иә, мен де шаршадым. Біз бұл қиындықты бірге шешуіміз керекпіз. Дұрыс айтасың. Біз әлгі Айдосқа айтып, Зухраны өлтіртуіміз керек. Әйтпесе бізде басқа амал жоқ. Мен жарайды. Макс келді, отыр мен саған әңгіме бар. Макс, осым кеше мен саған айттым ғой, идея бар деп. Осым идея қара. Мен Ақнұр, Айданамен біріктім. Біз Зухраны үйден өтеміз. Соған сенің маған. Қандай көмегің керек? Сен не істейсің қара. Оған бауыр ретінде, сен бауырың бойынып, оған оның өміріне, сеніміне кіресің. Оның барлық мәліметін біліп аласың. Осы үйіндегі алдына бағалайсың. Қолынан келе ма? Қолынан келеді, иә. Егер де қолынан келсе, мен саған 20 доллар сот беремін. Келісесің бе? Келісемін. Және де ол әліне қарам саған. Жарайды. Сосын мен бұны үйден өмірін біздің қолдан шыққан ешкімге таратпау керексің. Ешқайсысы білмеу керек. Және де мына үйді көргеннен кейін, бәрі тынышталғаннан кейін біз төртеуміз басқа қалаға ұшып кетеміз, яғни басқа жаққа кетіп қаламыз. Ешкімге шығармайсың, мақұл ма? Және де саған саған қиындайын тұр, сен оның алдынан ұрлайсың, сосын оның бір жаққа маған шұқырып, қалдырып, маған алып бересің. Мақұл ма? Онда біз келістік. Саған тағы 20 доллар беремін, қақ доллар аласың, нормально ма? Нормально. Еркекше. Мен өздім. Ал, Зухра. Көрінсе тұр әлі. Алло, Айдана. Қалайсың? Айдана, мен сендердің пландарың бойынша жұмыс жасаймын. Бірақ та мен саған айтайын. Сенің ойлаған планың аспайды. 10 долларыңды дайындай бер. Все хорошо. Давай. Енді Ақнұрға хабарласайын. Алло, Ақнұр. Қайдасыңдар? Ақнұр, екеуміз жолығуымыз керек. Я тезеді бұрынғы ескі алаңға кел. Хорошо. Өмір. Айдана, сәлем, қалайсың? Мен сенімен дереу кездесуім керек. Қарсы сатқанына қойып тастады ғой. Мен оның қалай да болса кездесетін боламын. Ақыр Айдос мені позорымды шығарды. Енді менің мақсатым оны позорын шығару.
алдымен шешейік. Отыр ке. Сен не бұқтырып жүрсің өзің, Айдос, Ақнұр үшеуміздің арамызға кіріп не бұқтырып жүргеніңді білесің бе? Және де сен Ақнұрды маған айдап салдың. Өз аузын деп оттай бермеш. Сен не айтып тұрғаныңды білесің бе? Маған енді олай сөйлеуші болма. Әйтпесе не болады? Сен маған не істей аласың? Мен саған бәрін істей аламын. Бұл бір. Ал екіншіден саған айтарым. Маған олай сөйлеуге ешкімнің сенің де хақың жоқ. Браво. Мен түгілі, менің ойым сені елемейді. Тоқта. Сен таза ақмақсың. Сен маған олай сөйлеуші болма. Мен сенің әке шешеңді түк тәуірінен құттам. Мен сенің артыңды таптайтын болам. Кімнің кім екенін әлі көреміз. Бұндай сенімен ақылдасқанша Алло, Ақнұр, маған сенің көмегің керек. Бәріне шаршап кеттім. Жанымды қайғы жегіде жеп бара жатыр. Қайтем, тағдырдың тәлкегі төзем. Сәлем, қалайсың? Сәлем, нашарлау. Не дейсің ал? Айдана, мен саған бәрін түсіндіріп. Тоқташ, Айдос, қашанғы өтірік айтып жүре беремін дейсің, Мүмкін тыңдасын түсіндірсем. Мені ақымақ қойсың бе? Иә, білем, біз басында олай келіспедік. Мен қаражатты ертіп жұмысты кеше жатырмын. Бірақ та Айдос, сенің маған енді бірақ деген әңгімелерің жүрмей. Сен жалдаған кім? Әлгі Макс па? Сол біздің арамызға су жүрек қояндай тыныш кіріп алып, бәрін бұлықтырып жүр. Сен соны білесің бе? кім әлгі боқ мұрын ба? Оның қолына түк те келмейді. Не? Сен солай ойлайсың ба? Ол сен ойлағандай емес. Ол қу түлкі. Оны да зікірінің қасына жіберген. Айдос, саған алдын ала ескертейін. Егер де сен бірдеңені бұлықтырып, менің алдыма келіп, көмекші болма. Мен саған көмектеспеймін. Және де ашығын айтайын. Болыңыз жоқ, сені о дүниеге аттандырып жіберем. Мен әлі де Айдананы пайдаланам. Ай, Айдана, саған қиын болатын болды-ау.
Өлетін балам мала жіберді деген осы екен. Дұрыс. Осы жолы мына кішікті аямау керек. Я білем жігіттер, сендер мықтысыңдар, мен әлсізбін. Но бірақ та еркек намысын жібермейді. Жайына ауыспа. Пускай в моем рэпе есть черты шансона, но что поделать, когда наша страна зона? Если ты не сел, то значит встал в очередь. Статья найдется всегда, был бы человек. Такой менталитет, что надо посадить в кого-то. Вина тут ни при чем, пусть другим будет уроком. 1/6 суши опутана колючкой, веками истории горьким. Сәлем, сен сұрағалы да керемет. Ақнұр, осы күнге дейін қайда болдың? Ал мен сен үшін алаңдадым. Жарайды онда, үйіме келші, асықпай сөйлесеміз. Түсінікті жағдай. Мұнда сен не істемекшісің? Қандай ой бар құрбым? Сен олай әлсіздік танытпа, сен бәрін жеңіп шығасың. Сен жай ғана сабыр сақта. Мен қазір Айдосқа соғып мән-жайдың барлығын түсіндірейін. Неге соқпайым? Осы мәселеде тек Айдос қана шеше алады бізге. Қазір соғайын. Айдана азамат қызы. Біз ит құса орындаса үйренсе одан да дос болып араласайық. Сен мені кешір, саған жасай екенім үшін. Жарайды, Айдос Абдулла. Қателеспейтін адам болмайды. Орныңыздан тұрыңыз. Мына өмір соншалықты қатал. Жаратушым. Маған бұндай өмірді бергенше менің өлгенім артық. Менің не әке шешем жоқ. Бәріне шаршадым. Айдос күшік қайдағы жоқ эгоисті жеріпті ғой. Неге қадай көрсін? Келінші. Көзімді алған мезетте маған бүгін адалдығымды сөз етте. Жүрегімде жалғыз өзіңсің сол жайлы, қайта-қайта сұрай беруің қажет пе?